Сәлеметсіздер оқушылар, 14-ші сабақ. Сабағымыздың тақырыбы менің арманым. Бүгінгі сабақта өлеңді мәнерлеп оқисың, тірек сөздерді пайдаланып өз ойыңды жеткізесің. Бірінші тапсырма мақалды оқы. Талабы сөзінің орнына арманы, мақсаты сөздерін қой. Не түсінгеніңді айт. Талабы жоқ жас ұлан, қанатсыз құс. Екінші тапсырма өлеңді түсініп оқы. Баспалдақ қадіріміз әлі. Баспалдақ, барады аспандап, өрлейді, әлсіздер терлейді. Әжетай сен түгіл, қаламмен ентігіп. Атамның амалы тұрады демалып, екеуін бір аттап шығын, бірақ та арманға мұратқа жетпейсің бір аттап. Баспалдақ, барады аспандап, бірақ та жасқанған, өйткені қол созған арманның аспанда. Үшінші тапсырма өлеңдегі арманға сөзде мағынасы жоқ сөздерді арманға. Төртінші тапсырма өлеңнің соңғы шумағындағы баспалдақ сөзін армандар деген сөзбен алмастыр. Мәнерлеп оқы. Армандар, барады аспандап, бірақ та жасқанған, өйткені қол созған арманның аспанда. Бесінші тапсырма арман, мақсат, талап сөздерін пайдаланып сұрақтарға жауап беру. Сенің арманың не? Менің арманым. Сабағым өте жақсы, аяқтау жақсы маман иесі болу. Қандай адам арманы жетеді? Болашақта алдына мақсат қойып, адам арманына жетеді.